етапта енді мына киігің бар. Киік келді ғой бізге Қарағандыға. Осында да бар. Иә, мынау бәріне келді. Осы көктемде мен маңызға шықтым. Осында отырдым. Ана май жатқан жерден үш киік жүрді. Бинокүлді көріп отыр. Ар жаны біреу кетті, ит қосып кетті. О, Ай, сықырданым қайнағаным қой. Ай, ана өзі қыстан зорға шықты, арықтан. әдемі ғой еще мына табиғаттың көркі. Несі бар? Соны айтсыншы. Табиғаттың көркі. Бұрынында мынаның бәрінде арқар, елік, түгел болды. Қазірде бар мен анау. Қоймен, Өте мәшіне көрсем қуғылайым. қойды ішіне келіп, су ішетін келіп. А қазір әумен алды. Жоқ. Қазір жоқ, иә. Ана Борбаз дейді, ана тауда 15 арқар болған. Қазір біреуді жоқ. Негізі қазір бар әр жақта бірақ. Құлғын. Ал емре жақта көп, былтыр көп келді. Арқар да келді. Анау доңыз да бар. Доңыз. Шошқаның несі ма? Қабан ба? Қабан. Былтыр бізде Дәудірік деген неміс бар ғой. Sonra tavlar жаңа жолменен шөпше бар. Сосын әбет ішіп отырады ғой. Иә. Бірден құрқылдады дейді. Жалт қараса артында қабан келе жатқан ғой. Қабан өлтіріп жібереді ғой адамды. Секіріп машинаға мініп алған ғой. Кетті сосын дейді. Көп мынада. Киікті соң қууға болмайды ғой. О бар ғой. Міне нәрсе қанша мал бар. Енді баяғыда олар не үшін? Ет керек, тамақ керек. Барады, атып алады, ұстап алады. Жоқ, оны атқанда бетет. Мысалы бір анда сонда біреуін атып аласың. Ол мұна жаппай қырмайды ол кезде. Мысалы еріктен немесе бір барасың, қызықтап. Сосын барасың, ана біреуін атып аласың, соған мәз боласың. Баяғы заманда. Баяғы заман. А қазір біреуін емес, бәленбайын атып керек. Жүзін бір-ақ ататындары. Ескірген жақта сөйтіп нетті ғой. Обал ғой. Обал. Ол да тіршілік. Бұл да Алланың жаратқан бір нәрсесі. Қазір мына жерде борсық қанша, борсық деген аяға жүрмейсің. Қазір бір борсық көрмейсің. Жоқ, бізге анау біздің жақта қойдың қасында ше, борсық көремін, қойдың қасында көремін. Ол борсық не істейді? Қойдың құйрық майына жабысады ғой деймін, борсықтың өзі, мына жатқан сиыр бар ғой. Жатқан сиыр ішін жарып жеп кетеді. Ішін жарып жеп кетеді ме? Борсықта жыртқышаң жоқ. Бұрын керемет көп болды, қазір борсықта жоқ. Қоян да жоқ. Қоян аз, Ал мен биыл енді қалағанымен жүреміз ғой енді. Мына жол бойынан 2-3 түлкі көреді. Бірнеше жүрді, бір түлкі көреді. Не түнде, не күндіз. Адамдардан қашқан шығар басқа жаққа. Ауып кетті бәрі. Ауып кетті. Бір жылы өрт болды ғой біздің жақта бәрі. Сол өрттен кетіп қалды. Өрттен кетіп қалды. Осы ауылда алып кетеді ғой өрт. Иә. Біз мына жақта бір өшік келдік ана егінге дейін. Қайра кетті. Әр жақ одан бейтіп, анау грейдердан әрі өтіп кеткен ғой ше. Ақшапшыдан өтіп ана деген кетті ғой. Қалай өтіп кетті соны? Киріпке дейін кетті анау. Біз келдік соға дейін. Киріп дейді анау таудан. Осы жаққа дейін өшіп келдік. Мына жеріңізді ойлаңыз енді қанша. Бір 16-17 шақырым жер ғой бізден. Иә, бар. Өрт, пер, өшіп келдік. Ана егін еккендер бүйтіп жұртты батыр, жанталасып. Бәрібір өтіп кетті. Мына өрт судан өтпейді дейді екен. Бұрын ерте кезде өтпейді екен. Қазір теңізden өтіп кетеді. Оның бәрі заманға адамға байланысты. Адам пиғылауы өзгеріп кетті. Заман өзгерген жоқ. Адамның пиғылауы өзгеріп кетті. Қазір біреу жеу, біреу қанау, біреу алдау, біреу тонау. Ананың анасын мен алыпсам, ананы алдамасам, немесе арба басам, немесе ұрдамасам дейді. Ал сол адам аш емес. Соны өзі жетен дән-дәулет тамағы бар. Бала шағасы бар. Өзі тойса да мұны екі көз тоймайды.
Алла тағала айтқан екен. Адамның екі көзі топыраққа ғана атады деп. Ал енді мына екі көз айтады дейді. Мына мұрын болмаса, бірін-бірін шұқып алар енді айтады дейді. Ал. Көрдің бе? Мұрын болмаса бірін-бірін шұқып алады деген. Мүмкін еді. Қазір әлгі айтады. Ат айғыр болған заман дейді. Қазақ кәпір болған заман дейді. Қазір біз қазақ не жемейді? Алла сақтасын бәрін жейді. Колбасаны жеп жатыр ғой, білместен кейбір колбаса бар. Суырды жейді. Ал енді суырды сен арын нетіп отырсаң, суырды негізі тұбатас адамнан жаратылған нәрсе. Құсайды ғой адам ғой. Қазір сен суырды ұстамасаң, екі аяғымен бетін жауып жылайды ғой. Жылайды. Шыңғырып. Енді бұның бәрі неге деп ойлайсыз ба? Анау қазіргі жастар, үлкен кісілер құрып бара жатыр ғой. Қазір дұрыс ақыл айтатын шалғамады былай қараса. Қазір енді осы біздің ауылда анау Көшібек Сәбет деген кісі бар, 80 мал. Мені көршім Шіләсіл деген кісі бар. Бірден етсең баяғыдан Сәбет уақытына кетеді. Ал. Ой, Сәбет үкіметіне деп. Ой, Сәбет үкіметіне біз сөйткенбіз, біз біткенбіз дейді. Оны өмірде бәріміз де болдық. Бәрін көрдік. Жақсын да көрдік, жаман да көрдік. 60-шы жылдары тағы да осы 10 болмайды. 10 да көргенбіз. Сол Аллаға шүкір, атамыз көз тірі, сол кісінің ақылымен. Қазір Құдайға тәуба, бәрі бар. Бәрі бар. Екі қол жыбырлап, екі аяғын сауып, еңбек істеш, бәрі бар. Қазір жоқ. Мысалы, бәлепай жұмысты сен барып істеш, бәлепай зарплата. Ой, оны аз дейді. А сонда көше қаңғып жүр. Сонда көште сен миллион таба ма? Көше қаңғып дейді. Ай, мал баққысы келмейді ше, жастар соны айтшы. Қазір мал бақ дейсің, жоқ, анау 2,5 мың теңге бір сирон. Мен 50 сирон екен 100 мың теңге. Аз. Сонда анау миллионер тауып жүрген адам қысайды. Сонда күнде 200 теңге тапса, көшеде жүр. Қаңғы барақ ішкенше. Абай атамыз айтты ма, есектің көден... Есектің артын жуып тамақтап деген. Есектің артын жуып. Енді қазіргі заманда, білмеймін, жұмыс бар. Қазір бәрі бар, істемеген адамға бар ғой, бәрі бар. Ол адам ұмтылу керек, алдыға ұмтылмаса, ол жоқ. Бәрі қалады. Бәрі қалады. Арман мақсат болмаса бітті ғой. Алдыға мақсат қоя білу керек. Жа, мен бүгін мынандай нәрсе, ертең мен анандай нәрсе істеуім керек. Оны анандай болдыруым керек. Мынаны мен үлкейтуім керек. Мынаны мен көбейтуім керек. Немесе бір нәрсені ойлап табуым керек. Мен мынадай бір мысал, мына мотоцикл. Мына мотоцикл Қытай жасады. Ал енді сен осы мотоциклді басқаша өзгертіп жібер. Басқа дағып жаса. Кім қой дейді? Ешкім қой демейді. Ешкім қой демейді саған. Қолына келіп тұрма, бәрін істе. Атаң қазақ айтамыз, қолынан келсе қоншыңнан бастап. Қалай ғой? Қолынан келсе қоншыңнан бастап. Міне ертең қоншыңнан бастап отырмыз. Қолынан келсе қоншыңмен жүр. Басы келмейді. Осы біздің қолымызда келе ме? Келмейді. Осы мотоциклді адам істеді ғой дейсіз ғой? Енді осыны адам істеді, өзіміз сиқат. Адам істеді, я. Қытай аттан түсірді. Атқа алды. Бірақ бәрі ат бөлек қой. Сынатта қалады. Мен атқа мінем, андасам атқа мінем, алыс жолға шығам ғой. Мынау жақын ғой. Алысқа кетем ғой. Мынау білінбей соғады. Мынау сені екі бүйрегіңе зиян келтіреді. Зиян, бүйрекке зиян мотоцикл. Сен ана бүйректі мотоциклге мінгенде бүйректі орамай жүруің керек. Мына қабырғаңнан төмен қарай беліңді орамай жүрсің. Вот сонда сен ана плотный жүресің. Ал енді сен орамай жүрсің, бүйтіп отырасың. Қазір ана құрылыс салып жатыр, стройканы салып жатыр. 1-2 жылдан кейін жарылып құлап жатыр. Ол немене құрылыс? Бұрын біз құрылысты таған тартамыз, келеді, комиссия келеді, мынау дұрыс, жерін бәрін тексереді.
Бірінші қабат көтерілді, келеді комиссия. Қарайды, тексереді. Сонымен енді сен ана пайдаға беріп болғанша, өткізіп болғанша. Саған 100 рет келеді ғой комиссия. Қазір бір келеді комиссия, ақшасын алады. Енді. Өй, бәрі күшті дейді да қайтады. Қазір енді сол емес пе? Қазір сондай болып кеткен. Қазір түгел қалтуыр. Қалтуыр. Түгел қалтуыр. Қазір адам қалтаға жұмыс істеп кеткен заман, Қазір қалтаға жұмыс істейді. Ол анау қанша алмайын деп тұрса да, шіркін ана көз қимайды ғой. Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді ғой. Көз қимайды ғой. Адам нәпсі кетіп қалған. Қанағат жоқ. Мынау кімнің ғой, ана қойма бөлініп қалған? Мынау ана жақын қойы ғой. Мына сиырын артанған қып біліңіз тұр ғой. Сіздікі ана қылып жай көтеріп барды ар жаққа. Менікі ана қоққа ұрмақшы ғой сиырға. Бөлініп кетсе ештеңе етпей ма? Или бөлінсе бәле ма? Бөлінбейді. Бөлінбей ма? Бөлінбейді. Мынау әбден сиырға үйренген, сиырдан шықпайды. Сондай болады. Мынау сол сиырға үйренген мал енді сиырдың артынан келе жатыр. Бір үйдің малы ғой анам бәрі. Мынау енді Асқардың малы шығар. Асқар деген бар, осы көшенің арғы тұрады. Мынау электрик. Мен папам көрінбеді ғой. Суырлар мусорканың ішінде жүр. Бұрын мұнаны суыр қоймаған. Қазір қаптап кетті. Енді түсінген шығар, жеуге болмайды. Жоқ, сонда да атады. Атады. Біздің жақта көп, ойбай, жетеді бұлай. Жемейміз ол. Мына суылдарда түбіт жоқ. Күзде кеп жаңағындай браконьерлар майын алғысы келе ма, атады. Қуам барам. Май ем ба? Май ем. Қойлардың жүндерін лақтырады. Енді істейді, қанат бәрі. Мен арманым баяғы. Қазақстан бойынша қой асырап жатырмын ғой. Соны баяғы көтеріп біразға дейін. Одан жастарға бір программамен беріп ба, одан кейін жүні бар ғой. Жүні. Қазақстан бойынша қаншама жүнді алып мусорға тастайды. Мен осындай мусор әкеп тастайды. Соның бәрін бір жерге жинап, бірдеме сондай бір заводын ашқым келеді. Завод па? Өзіміздің нәски. Өзіміздің бір кішкене ғана. Өзінің шағындап. Бір үйдей ғана жетеді. Емес енді. Қытайдан сонауын алып келді, өзіңе бір шағындап істе. Сосын ақырын өсесің. Кезінде апаларымыз, мен апам бар ғой, жасы біразға кеткен, бірақ сонда да апам не деді? Жаңағындай? Осы күрін әске тақайды. Бүйтіп алады да өзі жіп жасап отырады. Жүнді түтіп, бұлай бүйтіп. Жасы 80-нен асып кетті ғой, бірақ сонда да. Сол бұрынғының адамдары бәрін. Қазір новый келінге апып, жүнді алдына тастап ананы берсе, нан не істеймін дейді ғой. Анау мен алып сүттен ұрып отырады шығар. Нан естіп ұру керек па деп. Бұрын анау қойдың терісін кәдімгі илеп малына қасап. Тері шалбар, тері тон. Киіп алатын. Ал енді сен қазір маскамен қыса шақпайсың, атпен шақпайсың. Мына шалбар саған шалбар болмайды. Мынаның бәрінен су ғой. Мынадан тізе бәрі қақсайды. Мына жерлерін қақсайды. Ал енді сен сол теріден илеп ап. Мыналарға киіп аш, шолақ қып, жазда. Қойдың терісі. Жүнімен бірге ма? Жүніменен. Ал сен қандай? Суға өтпей. Мына екі қолыңа сен мотоциклді жеңді істеп алды. Мотоциклдің ішіне қолы тығаса. Мотоциклдің ручкасына бүйтіп, қолды сала-салады. Сен мысалы мынаған білесің. Мынада жең тұр киюлі. Сен аласы киесің, рөлің тұстайсың. Ал сен мына оны екі қолың соқ демей. Сізге ауырмайды, мысалы. Ал ертең қаласың, екі қолың ауырады, екі тізең ауырады, белің ауырады.
25-темін ғой, соның өзінде де қақсады көктемде. Мынау тізе менен қолды қоймайды. Қоймайды. 80 нешедемін дедіңіз? 72. 72 дедіңіз. Баяғыдан атқа мінгеннен қоя дейсің. Мен осы өтірік айтайын. 91-ден бері ғана ат міндім ғой. Бұрын әкістер екеуміз жүрдің ғой, мен атты кені білмейдім. Енді қазір атқа мініп жүрсіз, жақсы ғой. Қазір атқа мінем. Бір жаман жүрмейтін ат болды. Әк атқа мініп үйрендім, өтірік айтайын. Әк атпен біраз жүгіруіне басқа. Ат деген ат ұстау дүйе ғой. Ат ұстау дүйе деп айтады. Мысалы атқа мінсең күлі денеңдегі анау саршын маршын бәрі қозғалыста болады. Жаяу көп жүру керексіз. Ана малы маған қосылып кетіп, итімді шығарып жүрмесін. Бөлек десе бөліне ма? Кейбір оқпайды. Оқпай ма? Көрінмеді ғарадан көрінселері шығышы. Ондарда трактор тұрған шығар. Трактор тұр, қыс бойы тұр сол. Мен анау біздің фермадан дүрбі салам ғой. Бүйтіп қарайып көрініп тұрады ғой. Анау сол бекзаттық трактор. Бекзаттық ма? Бұлды күзде қалған. Өстірмайын, өстір. Мусоркадан не жейді бұлар, не іздейді мен соны түсінбеймін. Мана ішінде шөп бар ма? Қара екене шықпайды мына шөбін. Мусоркадан шықпайды әйтеуір осы ауылдың малы, ә? Шықпайды. Не бәлесі бар білмеймін. Әбетке үйге барасыз. Әбетке барам. Жақсы, жолың болсын. Жақсы. Енді анау, мына өзектен өту қиында болады шығар. Сол өзектен өте алмай тұр ма екен, ә? Сол өзекке келсе көрінеді. Бірақ көрінеді ғой. Көрінеді. Өзекке келсе көрінеді. Аха. Мен байқасып отырмыз анау. Басын айланып өтеді бұлай қарай. Иә. Ана бұрынғы өткелдің бәрі бұзып кетті. Мен қазір әр жақ шеттерден барып қарап іздеп келетін шығармын. Сөйт анау, Құдай берген анау. Құдасының шардарын қара. Аха. Сол достар. Мен негізі мал іздеп жүрген адам. Осылай үлкен кісілерді көріп қалсам, ақыл сұрап, әңгімесін тыңдап, Аташканы енді ютубқа түсірейік, қазіргі жастарға ақыл айтатын адам қалмады деп, жөндір ақсақал жоқ деп, сөйтіп Аташканы көндіріп, жақсы мейді деп. Сөйтіп ортасынан қостым, оған дейін біраз күшті әңгімелер болды. Жақсы әңгімелер болды. Әрине ата әжелеріміз аман болсын, үлкен кісілеріміз аман болсын. Үлкен болғанмен ақыл берсін. Кейбір үлкен кісілер бар ғой, ішіп алып ақыл айтатын. Олай болмайды. Осындай үлкен адамдарымыз аман болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мен әрі қарай өзім малымды іздеймін негізі. Бұқаларын жоғалтып жүргенім соны іздеймін. Олай достар. Лайк басып, маған тіркеліп комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өзінің атына мінеді. Мен өзімнің атыма мінем. Бұл енді заманауи жастың аты. Мынау мықты кісілердің аты. Бұл Ақбастау деген ауыл. Мен осы жаққа келіп мал іздеп жүрмін. Анау төбеде әжептәуір Романовский деген қойлар жүр. Солар туралы сөйлесіп. Жаңа болды ма екен, әр жақтан сиыр жүр. Мен шаруашылығым осы анау таулар жақта. Әр жақта. Бір бұқан ұстап алдым. Оны осы алдыңғы видеодан көрген шығарсыздар. Оны да көріп қойыңыздар. Осы жаққа бір бұқан ұстап алып, осы таулардың артынан бір үйге қамадым. Соны видеосында дайындап жатырмын. Бірінші сол видеоны салам, екінші осыны.
менің профиліме кіріңіздер, көріңіздер. Қазіргі уақытта ол қамалып тұр. Мен әкемді күтіп тұрмын, машинамен келу керек. Кейін келгеннен кейін бұқаны тиеп жіберемін. Әрі қарай іздейміз, кеттік ал. Жоқ іздеу қиын ғой, жоқ іздеу. Ал мен штативім баяғы бинокльдің арасына қыстырып қойдым да түсірдім. Давайте. Аман есен, сау сәлеметте болыңыздар. Лайк. Палец вверх. Давайте.